Ридзерде әйелдер киімін киген ер адам шағын несиелік ұйымды тонап кеткен. 21 наурызда қалалық полиция бөлімінің кезекші бөліміне шағын қаржылық ұйымның тоналғаны туралы тұрғыннан қоңырау шалынған. Әрі жәбірленуші ірі соманы ұрлаған зұлым қыз болғанын айтқан. Оқиға орнына жедел тергеу тобы жіберіліп, криминалды полиция бөлімінің қызметкерлері де аттанды. Жедел іздестіру шараларын өткізу барысында криминалды полиция бөлімі қызметкерлерін жәбірленушілер тонаған қыз екенін, жақын орналасқан тұрғын үйлердің біріне жасырынғанын айтқандары абдыратқан. Алайда бір сағаттың ішінде жедел іздестірушілердің шапшаңдығымен күдіктінің жеке тұлғасы ізі суымай анықталған. Ол Ридзердің бұрын ауыр қылмыстар үшін сотталған 45 жастағы тұрғыны болды. Ол құрықталды. Зұлым ойын асырушы офиске тонауды ертеректе жоспарлағаны анықталды. Ол пайызсыз несие беретін офис қалалық нарықтың бірінде орналасқан. Әйелдің киімдерін киген, ақ күртешені, өкшелі етікті киіп алып, қара шытпен жүзін жасыратын медициналық масканы тағып алып, зұлым танымастайтындай болып жасырынған. Офиске кіріп, қаруға ұқсас затпен қорқытып, менеджерден ірі соманы ұрлап кеткен. Қазіргі таңда осы дәйек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 2-ші бөлімі 191-ші бабы бойынша сотқа дейінгі іс амалдары басталды. Нападавший тщательно готовился к совершению грабежа, чтобы вести... Шабуыл жасаушы тонауға тиянақты дайындалған. Ол үшін әйелдер киімін киіп алып, басына парик тағып, қолына ойыншық тапаншасын алып, шағын несие ұйымына кіріп, сол тапаншамен қорқытып, 100 000 теңге көлеміндегі ақшаны қалтасына басқан. 102 арнасына түскен белгіден кейін полицейлер ізін суытпай, бір сағаттан сәл аз уақыттың ішінде күдіктіні құрықтаған. Ол Ридзер қаласының 45 жастағы тұрғыны болып шықты. Қазір ол сот санкциясымен қамауға алынды. Және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 2-ші бөлімі 192-ші бабына сәйкес оған 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалуы мүмкін.